Саламатсыз апай. Саламатсыз ба? Жақында сіздерде ашық алаң атты акцияны ұйымдастырып отырғанын естіп келдім. Біздегі сүйікті оқыған кітабымды алып келдім. Бұл Қазыналы аралы деген атты кітап. Бұл жерде қарақшылар жайлы, олардың шытырманды оқиғалы өмірлері жайлы жазылған. Онда сіз дұрыс естіп келіпсіз. Шынымен де қазіргі таңда бізде мектебімізде ашық алаң акциясы өтіп жатыр. Бұл алаңда сіз сияқты біздің оқырмандарымыз өздерінің оқыған қызықты кітаптарымен бөліседі. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай ашық алаң акциясынан осы оқыған кітаптарыңызды таңдап алып, осы бос сөремізге әкеліп қойсаңыздар, сіздерден кейінгі кірген оқырмандар осы бос сөреден сіздердің оқыған қызықты кітаптарыңызды келіп алып оқыса болады. Негізі біздің осы акцияның мақсаты оқушыларды, оқырмандарды кітап оқуға шақыру, көркем әдебиетке қызығушылығын арттыру, көркем әдебиетті оқуға баулу. Қазіргі таңда интернет желісі, әлеуметтік желідегі түрлі ойындардан балаларды тәуелділіктен арылту. Яғни осындай акцияның көптеген қызықты оқиғалармен балаларды қызықтыру кітаптармен. Сол себепті де осындай қызықты кітабыңызды әкеліп акциямыз бойынша қойып бос сөремізге әкелгеніңізге көптен көп рахмет. Енді өзіңіз осы жерден ашық алаңнан өзіңізге ұнаған кітапты таңдап алсаңыз болады. Апай, жаңа сіздерде болып жатқан акцияның қандай акция екенін білсем болады ма? Әрине болады. Бізде қазір ашық алаң акциясы өтіп жатыр. Бұл ашық алаң акциясында сіз сияқты оқырмандарымыз өзінің үйінде қызықты оқыған кітаптарын біздің бос сөремізге әкеліп қояды. Сол бос сөреден өзіңізге ұнаған кітапты алып оқысаңыз болады. Бұл жерде біздің мақсатымыз қазіргі таңда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен оқуға құштар мектеп акциясы басталып кетті. Сол себепті де осы ашық алаң акциясында да біз оқушыларды оқуға шақырамыз. Жаңағы алып келген кітап оқырманымыздың Қазына аралы деген қызықты кітап. Егер сізге қызықты болса, осы кітапты алып оқысаңыз болады. Әрине апай.